Сәлеметсіздер ме? Мен Нәжмеден Диана Қуанышқызы, Қарағанды облысы білім басқармасының Шахтинск қаласы білім бөлімінің Санжар Асфендияров атындағы жалпы білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімімін. Бүгін біз 4-ші сынып әдебиеттік оқу пәнінен «Мен бақытты баламын» тақырыбымен танысамыз. Қане балалар, барлығымыз бірге қайталайық. Біз бақытты баламыз, айтқан тілді аламыз, дүниені аралап, оқып білім аламыз. Балалар, қанеки үйге қандай тапсырма берілді? Абай Құнанбаевтың «Жасымда ғылым бар деп ескермедім» өлеңі және Абайдың 15-ші қара сөзін оқуға берген едім. Ал олай болса, қолымыздағы А, Ә, Б деген нұсқаларды дайындап отырып, топ болып жинала қалып, сұрақтарға жауап берейік. Абай жас кезінде нені ескермегенін айтады? Абай қолымды мезгілінен кеш сермедім дегенде нені меңзеп отыр? Қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім деген жолдардан Абайдың көзқарасы қандай? Абайдың ойынша адам ешбір нәрсеге қызықпай өмір сүре ала ма? Есті адам нені іздейді? Жарайсыздар балалар, үй тапсырмасын өте жақсы меңгерген екенсіздер. Ал балалар, оқулықтағы 1-ші тапсырмаға қарайық. Сол туралы пікірімізді айтуымыз керек. Ата-ана, денсаулық, ақша, өнер, білім, байлық, атақ, жағымды мінез-құлық, бұның барлығы не деп ойлайсыздар? Жарайсыңдар, бұның барлығы бақыт. Ал енді бізде тақырып ашылды. Бақыт деген не? Бүгінгі сабақта кейіпкердің іс-әрекетін бағалаймыз, оқиғалардың маңызды тұстарын талдап, салыстырамыз. Бүгінгі сабақта кейіпкердің іс-әрекетін бағалаймыз, оқиғалардың маңызды тұстарын талдап, салыстырамыз. Бақыт деген не тақырыбын мен сендерге жасанды интеллект көмегімен жасалған мультфильм арқылы көрсетейін. Бақыт деген не? Түрік халқының ертегісі. Ертеде бір бозбала болыпты. Ол өзінің кедейлігін айтып, үнемі мұңаяды екен. Ой, шіркін-ай, мол байлығым болса, өмірімде жақсы болар еді. Бақытты болып, қызық дәурен сүрер едім, деп армандайды екен. Бір күні үйінің жанынан өтіп бара жатқан тас қалаушы шебер бозбаланың сөзін естіп қалады. Қасына барып: «Сен неге соншама қайғыра бересің? Сенің мол байлығың бар ғой, мұңая берме», дейді. «Менің байлығым бар дейсіз бе?» деп бозбала таң қалады. «Қайда ол байлық? Қандай байлықты айтып тұрсыз өзіңіз?» «Сенің баға жетпес байлығың, айналаңды анық көретін көздерің», дейді қария. «Бір көзіңді қанша ақшаға сатар едің? Немесе ақысына басқа не сұрайсың?» дейді шебер. «Не айтып тұрсыз?» деп бозбала шолшып кетеді. «Мен көзімді ешқандай ақшаға да, басқа қымбат дүниеге де бермеймін». «Жарайды», дейді тасқалаушы. «Онда қолдарыңды кесіп сат, ақысына көп алтын аласың». Жоқ, мен қолдарымды да ешқандай алтынға бермеймін», дейді бозбала безілдеп. Балам, менің ойымды енді өзің түсінген шығарсың», дейді тасқалаушы қария. «Сен өте бай, нағыз бақытты адамсың. Қайғыра берме, көпті көрген мен сияқты қарттың сөзіне сен. Адамның ең зор байлығы денінің саулығы. Денсаулықты ешқандай ақшаға сатып ала алмайсың. Дені сау адам ең бақытты адам», деп қария бара жатқан жолымен әрі қарай жүріп кетіпті. Балалар, түсіндік пе? Енді түсінгенімізді одан әрі жалғастыру үшін оқулықтан оқуымыз керек. Және сұрақтарға жауап бере отырып, мәтіннің негізгі ойын анықтауымыз керек. 3-ші тапсырма. Тас қашайтын шебер мен бозбаланың мінез-құлқын бағалап, салыстыр. Жарайсыңдар балалар.
Ал сергіп алсақ, 4-ші тапсырма топтық жұмысқа келдік. Кәнеки балалар, дайынбыз ба? Ендеше топтала қалайық. Бірінші топтың тапсырмасы сәйкестендір. Екінші топтың тапсырмасы сөйлемді жалғастыр. Ал үшінші топтың тапсырмасы ертегіні сахналау. Балалар, біз не үйрендік, не білдік? Түрік ертегісін өттік. Атауы не? Дұрыс айтасыздар, бақыт деген не? Бақыттың қадірі туралы білдік, солай ма? Ендеше мына жердегі сиқырлы кітаптардың сұрақтарына жауап берейік. Бірінші кітаптың сұрағы: қарияның бозбалаға айтқан сөздері оның өмірге деген көзқарасын қалай өзгертеді? Екінші, бозбала неге өзінің денсаулығының құндылығын түсінбейді? Оның себебі неде? Үшінші сұрақ: қарияның өмірлік тәжірибесі мен кеңесі қазіргі қоғамда маңызды ма? Төртінші, денсаулықтың бағасы ақшаға сатылмайтынын қалай түсіндірер едіңіз? Бесінші, денсаулықты күтуге арналған қандай ереже айтар едің? Қанеки балалар, шаңырағымызды қолға алайық. Сонымен, кім қанша ұпай жинады екен? Ал енді кері байланыс берейік. Бүгінгі сабақ ұнады ма? Сен әлі ізденуің керек пе? Қай жері, қай тұсы ұнады? Жақсы балалар, көп рахмет. Үй тапсырмасы: ертегіні оқып, мазмұнын әңгімелеу. Сау болыңыздар.